Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді жент дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүзбе, талқан, қант, кез келген печенье және де сары май қажет болады. Ең бірінші біз сүзбемізді блендерге салып, жақсылап езіп, майдалап алатын боламыз. Бұл жент біздің дәстүрлі тағамдарымыздың, ұлттық тағамдарымыздың бірі. Сонау ата-бабаларымыз бұрынғы кезден пайдаланған өте тойымды астың бірі. Сол себепті ауызашарда, яғни ораза кезінде көп пайдаланған. Енді бір ыдысқа сүзбемізді салдық, оның үстіне қант және де талқанды салып, бірге араластырып, бөлек қойып қоямыз. Енді жаңа сүзбені езіп алғандай, печеньемізді де жақсылап блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Егер блендер болмаса, осы печеньені мешокқа салып, яғни кез келген пакетикке үстінен оқтаудың көмегімен езсеңіздер де болады. Печеньеміз де дайын болды. Міне енді печеньемізді де қосамыз. Сосын барлығын жақсылап араластырып, үстіне ерітілген сары майымызды құятын боламыз. Менде қолдың сары майы, табиғи сары май. Егер қалада тұратындарыңыз болса, жаңағы қолдың табиғи сары майын таппасаңыздар, проценті неғұрлым жоғары, 82,5 сондай процентті сары май қолданғандарыңыз жақсы. Бірінші лопатаның көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жақсылап майы бір-біріне сіңгенше араластырып мұжатын боламыз. Міне жақсылап мұжып дайындап алдық. Енді мен осындай кекс пісіретін арнайы ыдысқа салып, жаңағы формаға келтіретін боламын. Неге десеңіздер, осындай арнайы ыдыста өз формасын жақсы сақтайды және де әдемі көрінетін болады. Барлығын осылай салып дайындап алғаннан кейін тоңазытқышқа салып қоямыз қатқанша. Міне біздің жентіміз дайын болды, тоңазытқыштан шығардық. Енді ол қалпынан, яғни формасынан оңай алынатын болады. Барлығын тарелкаға салып болғаннан кейін үстіне ерітілген шоколадты құйып, әсемдесеңіздер де болады. Мен олай әсемдемедім, сол қалпында қалдырдым. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.